видео тақырыбы жедел бронхит, оның диагностикасы, дифдиагностикасы және емі. Жедел бронхит дегеніміз бұл острый бронхит, бронхтың шырышты қабатының жедел қабынуын айтамыз. Бронхит негізі острый және хронический деп жіктеледі. Біз қашан созылмалы бронхит деп айтамыз. Пациентте болған жөтел кемінде 3 айға дейін созылса, және бұл 3 айға дейін созылатын жөтел кемінде 2 жыл қайталанған болса, яғни бірінші жыл 3 ай жөтел болды, келесі жыл тағы 3 айға дейінгі созылатын жөтел болса, онда бұл пациентте созылмалы бронхит диагнозы қойылады. Ал бұндай 3 айға созылмайтын болса жөтел, мысалы бронхит кезінде көбінесе 1 аптадан 3 аптаға дейінгі аралықта жөтел болады. Бұндай кезде сіз жедел бронхит диагнозын қоясыз. Сонымен қатар жедел бронхит диагнозын қою үшін сіздің алдыңызға пациент келді. Пациентті тексерген кезде пневмонияның белгілері жоқ болса, анамнезін сұрастырған кезде хобл ауруы, яғни өкпенің созылмалы обструктивті ауруы анамнезінде жоқ болса, сонымен қатар созылмалы жөтелді тудырушы басқа факторлар, мысалы АПФ ингибиторларын қолдану давление кезінде, және гастроэзофагальды рефлюкс ауруы жоқ болса, яғни олсыз жөтелдерді тудыратын басқа ешқандай себеп жоқ, бұндай пациентте біз жедел бронхит диагнозын қоямыз. Ал пациентті сұрастырған кезде, егер анамнезінде хобл ауруы немесе созылмалы бронхит бар болса, онда пациентке диагноз осы аурулардың обострениясы деп қойылады. Жедел бронхиттің этиологиясы. Жедел бронхитті 90-95% жағдайда вирустар тудырады. Олардың ішінде ең жиі грипп А және грипп Б вирусы, парагрипп, коронавирус және риновирустар. Жедел бронхиттің ең негізгі симптомы бұл жөтел. Жөтел әдетте 1 аптадан 3 аптаға дейін созылады және ең көп 18 және 20 күнге созылғаны. Сонымен қатар бронхит басталған кезде обычный кәдімгі ОРВИ белгілермен бастайды. Мысалы, мұрнынан су ағуы, насморк болуы мүмкін, құрғақ жөтел. Одан кейін бұл симптомдар тоқтап, 1 апта ішінде ОРВИ жазылып, тек бронхиттің белгісі, яғни жөтел сақталады. Жөтел басында құрғақ болады, одан кейін ылғалдыға ауысуы мүмкін. Ылғалдыға ауысқан кезде қақырықты болады, және қақырық іріңді немесе іріңсіз болуы, шырышты болуы мүмкін. Бірақ бұл іріңді болды деген сөз оның бактериалды екендігін білдірмейді. Диагноз қою тактикасы. Алдыңызға пациент келді, шағымы жөтел. Жөтел қанша уақытқа созылды, соны сұраймыз, бірінші. Одан кейін екінші, пациентті сұрастырған кезде пациенттің анамнезінде хобл ауруы бар ма, учетта тұра ма, соны сұраймыз. Үшінші, пациентті сұраған кезде созылмалы бронхит аурулары бар ма, жоқ па, соны тексереміз. Яғни пациентте бұл жөтел 3 айдан астам созылды ма, немесе өткен жылда осындай жөтел 3 айға созылған жөтел болған ба, соны сұраймыз. Егер ондай белгілер жоқ болса, онда екінші этапта біз пациентте пневмонияның белгілері бар ма, жоқ па, соны тексереміз. Пневмонияның белгілері негізгі критерийлері температура 38-ден жоғары, интоксикация белгілері бар, пациентте тыныс жеткіліксіздігі белгісі бар, яғни тыныс алу жиілігі 22-ден жоғары және жүректің соғу жиілігі 100-ден жоғары. Осы 4 белгі төртеуі бірдей болған кезде онда пациентте пневмонияға күдіктенеміз. Ал ондай пневмонияның белгілері жоқ пациентте, одан кейін 3-ші этапта пациенттен осы жөтелді тудыратын басқа факторлар бар ма, жоқ па, соны сұраймыз. Бұлар АПФ ингибиторларын қолдану, ол давление учетта тұратындар қабылдайды. Одан кейін герб ауруы, яғни гастроэзофагальды рефлюкс ауруы пациентте бар ма, жоқ па, соны сұраймыз. Соларды сұрастырған кезде ешқайсысы жоқ болса, онда пациентке жедел бронхит диагнозын қоясыз. Көбінесе және пациент анамнезін сұрастырған кезде аурудың басталу кезінде субфибрильді температура болған болады. Сонымен қатар мұрнынан су ағу, тамақ ауруы және насморк болған болады. Жедел бронхит кезінде пациентке диагноз қоюда негізінен пациентті сұрастыру, анамнезін сұрау, одан кейін физикалық тексеру арқылы диагноз қойылады. Физикалық тексеру кезінде сіз өкпе аускультациясын жүргізесіз. Өкпе аускультациясы кезінде орысша жесткое дыхание естіледі өкпенің барлық аймағында.
Ал диагностикалық зерттеу әдістеріне қайсылар кіреді? Негізгі және қосымша зерттеу әдістері болады. Негізгі зерттеу әдісіне жалпы қан анализі және рентген кіреді. Рентгенге және сіз жалпы қан анализіне қашан жібереміз? Пациентте жөтел 3 аптадан асқан болса, температура 38-ден жоғары болса, сонымен қатар алдыңызға келіп тұрған пациенттің жасы 75-тен жоғары, сонымен қатар сіз пациентте шағымдарын тексеріп, сіз пневмонияға күдіктенсеңіз, онда міндетті түрде жалпы қан анализіне және өкпенің рентгенографиясына жібересіз. Ал қосымша зерттеу әдістері